Менің алғашқы оразам. Қатты шаршап шалдыққандықтан осында түнеуге бел будым. Өмірімде елестете алмайтын мұншалықты сұлу тауда қалай пайда болып қалғаныма еш ақылым жетпейді. Жантая жатқан халде оң жағымнан жүзіп келген ақ ұлпа бұлт үстіне құлай кеттім. Ақ ұлпа бұлт мені қарсы беттегі тік жартасқа оп-оңай алып келді. Ол жерден төмендегі көздің жауыналар табиғатқа көзім түсті. Тау баурайынан ағып өтуші дария бойындағы жазықтықта мен білмейтін бір мереке өтіп жатты. Ол қуаныш сыйлаушы мейрам мен көрген мерекелердің еш қайсысына ұқсамайтын. Мерекеге қатысушылар орындаушылар әміріне мойынсұнуларынан өте қуанышты еді. Олар мизам таразысынан өткен, Алла жарылқаған мүмін мұсылмандарға ұқсайтын. Дария бойындағы қақпадан бір кісі шығып, орындаушы періштелер алдында тұрғанына көзім түсті. Сол сәтте 7 қат көк бойлап керемет үн таралды. Мүміннің амал дәптерін оқы. Періште амал дәптерді ашып оқи бастады. Есімі Мүмін, мұсылманның ұлы, тірлігінде диқаншылықпен шұғылданған. Соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның үмбеті. Барша бірдей пайғамбар саллаллаху алейхи саламның атына салауат айтқан. Сауапты істерін жарияла деген керемет үн құлақ тұндырды. Диқаншылықпен бірге көшелерді жолаушыларға кедергі келтіретін бұталардан тазалап тұрған. Мешіт ауласын сыпыруды әдет еткен. Осы амалдары айтылған сәтте Ұхуд тауына тең келетін бір ыдысқа сауап толды. Жалғастыр делінді. 10 жыл бойы таң намазынан қайтарда бекетті сыпырып тұрған. Бұл қайырлы ісін ешкімге білдірмеген. Сол себепті амалына жазылған сауап 700 есеге арттырылған. Мизам таразысында сауабы басым болған. Сыйын есіт дейісімен көкте қызыл жолды нұр пайда болды. Күш және қуаныш бағыштаушы үн және де қаттырақ шықты. Бұл мүмінді қызыл нұрлы жолмен Дарус сәлем жәннатына кіргізіңдер. Аллахқа сансыз мадақтар, пайғамбарыма салауаттар болсын деді жәннаттық қуаныштан беті балбұл жайнап. Мұсылманның қуанатын уақыты және орны осы жерден басталады деді басқарушы періште баршаға жария түрде. Және жәннаттық кісіні құттықтап, Аллахтың сыйы мүбәрәк болсын. Я мүмін пенде, қақпадан екінші кісі шықты. Орындаушы періште амалын оқыды. Кедейге қарыз берген. Сол сәтте Ұхуд тауы көлеміндей үлкен бір ыдыс сауапқа толды. 3 кедейдің қарызын кешкен. Оның сауабы өте жоғары дәрежеге көтерілген. Көкте таралған нұрдан күміс түсті жол пайда болды. Тағы да солын. Дереу Дарул Хулуд жәннатына кіргізіңдер. Алхамдулиллах деді жәннаттық. Барлық періштелерде Аллахқа мадақ айтты. Содан соң амал дәптерлер оқылған бірнеше мүміндерді періштелер алтыннан пайда болған жолмен Жәннатул Аднаға, күмістен пайда болған жолмен Жәннатул Мауаға, нұрдан пайда болған жолмен Дарул Мұқамаға алып кетті. Орындаушы періште келесі мүміннің амал дәптерін оқи бастады. Білім иесі болған. Өлімінен соң перзенттері, жазған кітаптары һәм шәкірттерінен келіп тұрған сауап екі дүниесін толтырған. Көкте пайда болған нұр жер бетін нұрландырды. Кенеттен гауһардан жасалған жол пайда болды. Баршаны өзіне ғашық еткен үн жер мен көкті жаңғырта қайта естілді. Фирдаус жаннатына кірсін. Білім иесі Субханаллах деді. Періштелер де дұғаны қайталады. Содан соң бір кемпір шықты. 7 асыраған деп оқылды амал дәптерінен. Кемпірдің машақатты еңбегіне аз емес, көп емес 14 Ұхуд тауына тең келетін ыдыстар сауаппен бетпе-бет толды. Дүниелік өмірінде кемпір шалының разылығын алған екен. Көкте таралған нұрдан алтыннан бір жол пайда болып, ол Әл-Махамул Әмин жанатының қақпасына дейін жетті. Орындаушы періштелер кемпірді сол жолмен жәннатқа бастады. Кемпір жол бастаушымен жәннатқа бұрылған сәтте 18 жастағы қызға айналды. Олардың баршасы Аллаға мадақ айтып, пайғамбарға салауат айтты. Кейін және бір кісі шықты. Мене ғажап, оның бет бейнесі маған ұқсайтын. Тек жасы егделеу екен. Менің және әкемнің есімі айтылды. Оқы дейілді. Амал дәптерінен оқылды. Ол ораза ұстаушы.
Сол сәтте мерекені басқарушы періште барлық құжаттарды жинастырып, періштелерге белгі берді. Барлық періште бірдей «Аллаху акбар» деп мадақ айтты. Сол сәтте баршасы ғайып болды. Басқарушы періште төмендегі сөздерді оқыды. Ораза ұстаушы мүміннің сауабын тек Алла тағаланың өзі береді. Бұл сый баршасынан қайырлы. Ораза ұстаушыларға жәннаттың хош иісті және сұлулықта теңдессіз раян қақпасы ашылады. Алланың қалауымен бүкіл әлемнің жаратушысы Алланың жүзін көру нәсіп етсін. Періштелердің «Жалла, жалаллаху» деген үндері естілді. Кенет бір періште келіп, желкемнен тарта бастады. «Сіз туралы айтылды, жүріңіз оның алдына». Сол сәтте құлағыма әкемнің үні келді. «Тұр ұлым» деп маңдайымнан сипады. «Тұр енді, сәресін ішеміз. Қасиетті Рамазан басталды. Осы қайырлы түстен соң мен әлі күнге дейін оразамды қаза етпедім. Маңдайымды сәждеден ажыратпадым». Сол таң менің ең алғашқы оразам болатын. Жарарком сайтынан.